мойындайсың енді, мен саған айттым ғой, бана оңға кетіп қалу керек деп айттым, дұрыс па? Бір қарақұс па, бір нәрсе ұшып келіп, мен дроныма тиіскісі келіп, қашып одан қызық болды. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Мына жер жол совсем нашарлап. Қасқырдыңыз ау, қасқырдыңыз. Достар, біздер осы жерге қонамыз деп шештік. Таңертең тұрып, енді ары қарай бұйыртса іздейміз. Батып қалып жүрме, сордың кілең шетімен жүр. Мына жерде батпақ сорлар бар. Удобно болсын. Ой, за. Көптен бері осы малдасыздар ма? Толпа. Golden Step Explorers және Атырау ақпарат ұсынады. Біздер қазір Зеленый ауылына келдік. Біздер ары қарай қырға қарай кететін боламыз. Сол жолды табу үшін қазір осы жерден бір біз танысымыздың інісіне хабарластық. Сол жігіт келе жатыр, сол жігітпен сөйлесіп, енді ол жігітті алып кеткіміз келеді. Ол жігіт праваға экзаменге, тестқа дайындалып жатырмын дейді. Сол себептен енді барымызша уговорить етеміз, егер болмаса өзіміз алып кетеміз. Өзіміз кете береміз ары қарай. Негізі бірге жүрші бердім. Жол қиындау дейді, таба алмай қалатын шығарсыңдар деп тұр. Сол үшін қазір келіп примерно картамен көрсетем дейді. Соны тауып алуымыз керек. Мына жерде қойлар жүр мына арамызда. Ауылда. Что там, түсінің ба? Конечно, я тут как свой ғой. 5 түсінік. Маған дарақ қойшы. Осындай адамдардан сақ болыңдар. Самое главное, сөйтіп айтады ғой, барғаннан кейін басқаша әңгіме болып кетуі мүмкін да. Всегда солай ғой, всегда. Көреміз. Қаншама опытымыз бар, қанша жол жүріп. Көреміз, кеттік ал. Примерно деп түсіндіріп жүреді, енді көреміз. Мынаны жатпайын да, сен WhatsApp'та отырсың ғой. WhatsApp'та отырам. Қарамандыр. Кеттік я, біз сөйледі. Нефсета градусында мына жақта құм, балчық бәрі басталып кетті. Балчық түсіріп көрсетіп қой біздерге. Кішкене қиын қыстау заманда болып отыр мына жақта. Бүгін нешесі? Бүгін қиын сұрақ қойдың ғой сен. Қазір ондай даты ойлайтындай нем болып жатқан жоқ мен. 22 февраль. Киіктерді іздеп тауып алдым деп жатыр барымша. Бір жақсы өзімізге палатка құрып түнейтін жақсы жер керек болып жатыр. Дала күн шақырайып тұрғанмен мына жақта далада жер аяз бар негізі. Мына жерлерде сор көп қой, сол себептен кейбір жерлер қатпаған, кейбір жерлер қатып қалған непонятно болады. Мына жер жол совсем нашарлап кетті. Банағыдай 60-пен емес, 20-мен жатыр. Сөйтші, короче, біздер нарада бар ғой, бір басқа жолға түсіп кеттік. Алибек мырзаның айтқан бойынша, Алибек мырза оны ойындамайды, мойындайсың енді, мен саған айттым ғой, бана оңға кетіп қалу керек деп айттым, дұрыс па? Асықпа дедім мен саған. Развязкадан асықпа, мен здесь. Ты сказал налево, дорога стояла, после моста направо нужно было, оңға кету керек болды. Я? Сен солға деген жоқсың бен. Оңға сен мынаған кетіп бара жатырмын ғой. Жол деп айтуға келмей жатырмын. Дейді алайыз. Мындай жолдар бар. Сен картаны қарадың ба, біз дұрыс кетіп өттік қой, ше? Дұрыс.
Біз дұрыс кетіп жатырмық па вообще? Дұрыс, дұрыс. Картаны қарадың ба? Қарашы, мен ұстай тұрамын. Берші, ұстай тұрамын. Ой, ебать. Қанзаққа кетіп жатырмыз, Қанзаққа. Мына аттары бір түрлі екен мына кісінің айтып отырған жерлерінің бәрі. Қанзақтан кейін Тума. Неше километр жүрдік? 31-ден кейін. Неше болды бара? 31 болды. Қазір неше? 31 болды. Ой, 39 километр болды. 8 километр, әлі 17 километр бар. Примерно дұрыс осы бағытта. Өте мына жердің жол дейтін сәлематсыз ба? Так что... Достар, біздер қазір Қазақстан, Атырау облысы, Индер ауданының айдаласындамыз. Бұл жерде ешқандай тіршілік көз жоқ. Бірақ біздер осы жерге құрдан құр келген жоқпыз. Ақбөкендерді, киіктерді іздеп табу үшін келдік, түсірілім жасау үшін келдік, сіздерге көрсету үшін. Мына жерде жазда шыбын ұшпайтын жер сияқты. Бірақ мына көріп тұрған шөптердің бастарын жеп кеткен, егер байқайтын болсаңыздар. Соған қарағанда бұл жерде тірі жан бар деген сөз. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Солдың үстіме өтіп барадық, солдың үстімен апашан. Достар, алыстан бір киік көріп тұрық. Бірақ бір штук жалғыз. Білмеймін не істеп жүрген, не адасып жүрген. Ол деген жақсы жаңалық біздерге. Толпа кетіп жатыр, толпа. Ақбөкендер, киіктер, олар өте сақ жануарлар. Оларға бір километрден сені көрген кезде уже қашып бастайды. Ал адамның иісін негізі бірнеше километрден сезеді дейді. Машинамен көрген кезде жүреді, алыстан қараған кезде, жақындаған кезде қашқанда деген кәдімгідей точка болып көреді, точка. Мынандай үлкен объективіміз бар. Сонымен тығылып барымызша түсіреміз ба деп едік. Бірақ онымен үйлеспей жатыр. 2 батарейканың дронын өлтіріп тастадық уже. Қазір тағы да басқа батарейкаларымызды салып тағы да қарайтын болармыз аңдып. Әлбекке барып қайтайын мен. Олег мырза, қалайсыз? Что? Қалай? Ақбөкендер қалай? Не істеп кетті сізге? Алдап кетті ме? Оттақ кетті. Саға қысап қашып кетті деймін. Қатты қашып кетті да? Қатты жүгіреді екен тез да? Саға деп басқа айтпайды екен да? Я, бір-екі не айтып жүріңізші впечатлениеңізді өзіңіздің. Пока ойдады, әйтеуір көрдік қой. Я, тауып түсіруіміз керек енді. Тауып түсіру керек. Біреуін ұсталу керек вообще. Ақсағы болса вообще дерзко. Жоқ, ұстамаймыз, тиіспейміз бізде, просто түсіреміз. Фотоға дейін фотокадр ұсталу керек. Так, жол қалай болды, жол? Что? Ұнады ма? Изи. Самое главное, қонатын жер тауып алу керек. Сол бізде проблема номер один. Қонатын жер тауып алу керек бізге енді. Дала аяз салқын. Қазір далада қалай қонатынымызды сіздерге бұйыртса көрсетеміз. Достар, біздер осы жерге қонамыз деп шештік.
қазір заттарымыз шығарып, палаткамызды тігіп, осы жерге бүкіл жағдайымызды жасауымыз керек. Түнде үсіп кетпеу үшін. Дала қазір өте аяз. Прямо сықырлап тұр дала. Біздерге сәттілік тілеп қойыңыздар. Сіздер үшін ертең тағы да ақ бөкендерді іздейтін боламыз. Қазір процесс көрсетеміз сіздерге. Достар, біздер палаткамызды қойдық, печкамызды жақтық, дала салқын болды, сол себептен енді жылдам жасау керек болды бәрін. Қараңғы түсіп кетті, дала әлі де аяз. Біздер мына печкамызды жаққан арқасында қазір ішіміз жылып, алдымыз шешіп, қауат киіміздерді шешіп, кішкене жылынып біршама жақсы болып отыр. Таңертең тұрып, енді ары қарай бұйыртса іздейміз. Табат деген ниеттеміз. Үміт. Так, достар, чайник қайнады. Қазір жайлап мұнда доширак жасап жібереміз, әдемілеп. Кофе ішеміз. Капучино ішеміз, капучино. Мына жерде бізде кішкене тарлау, сол себептен камерамызға кішкене ыңғайсыз болып жатыр түсіруге. Мынандай далада жеген, мне кажется, бір бөлек сияқты ғой. Андай блогерлер болады ғой. Типа неме, любой нәрсе жесе яғни. Дейтін бе? Дейтін, сөйтіп істеймін бе? Жақсы. В любом случае, далада любой тамақ тәтті сияқты ғой. Доширак тем более. Красный доширак ничего не заменит, кажется. Қалай екен? Керемет. Бөлек. Осы китайцы бар ғой, бір марапат па, құрмет орденін ба бірдеме беру керек сияқты да. Қызыл доширак шығарған адамға. Қандай бір жастық шағыма саяхатта болып отыр ғой, мына доширактың дәмінен бар ғой. Ақша жоқ, бүйтіп жүрген кездер болады ғой. Чисто доширакпен өмір жүретін. Атыраудан алдыртқан капучиноңызды дәмін қараңыз. Спецзаказ бер. Метр стагадай ма екен? Капучино прямо один в один, прикинь. Пшёный. Сироп макадамия. Теперь стоит переплачивать Мэттерса или нет? Конечно. Мэттерска. Кумын бірақ сол жоқ Мэттерска. Достар, қайырлы таң. Палаткамызға аман есен түнеп шықтық. Түнде салқын болды, жан-жақтарына қырау қатқан кішкене. Бірақ печкамыз енді жақсы жұмыс атқарып шықты. Сағат жарым сайын ағаш салдық. Тіріміз, аманбыз, бәрі нормально. Әлібек, қалайсың, жақсысың ба? Қалай? Түрің кішкене басқаша деп тұр ғой. В общем, қазір мына камерамыздың бәріміз түсіріп үлгере алмадық, потому что батарейкамыз тоже отырып қалды. Түнде машинаға зарядкаға қойып қойған батарейкамызды алып қазір түсіріп жатыр. Қазір заттарымызды жинап, бұйыртса ары қарай барып, тағы да съемка жасайтын боламыз. Кішкене зыбы шығып кетті мынандай жолдармен жүріп. Мынау қазір тегіс жермен келдік. Біз қайда жүртіміз, да? Есть дорога сюда, вот. Мы здесь стоим, да? Вот қара, тут. Удобно болсын. Ой, да, енді. Удобно.
Иә, нені Мына айтып қара мынаумен бара берсек қазір Иә. штралдың шет жағымен мына жермен Мына жермен Страл ма? мына штрал Мына Страл, мына иә. жермен барып мына жермен өтіп мына жолға мына штралдың ішімен кіріп здесь дорога опять в итоге. Білмей жатырмын ғой. Тек подожди, мына решал. Біздер жолға шығып қайтадан Ақбөкендерді іздейміз деп келе жатырмық. Мына арада бір қырдағы үйге малшылардың үйіне келіп жатырмық міне. Ана жерде адамдар жүр екен. Қазір барып осы кісілерден сұраймыз. Местныйлар, как всегда, бәрін біледі ғой. Имамдар талпа жүр ма? Мотоциклдермен. Қазір барып сұраймыз. Қалай болады екен? Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Жақсы, әлем. Біздер сөйтейікші, дауысты арылап отыр. Қалайсыздар, жақсылар ма? Жол болсын. Рахмет, біздер мияқтарда Ақбөкендерді видеоға түсіріп, киіктерді сондай атып жүрген жоқпыз, чисто видеоға, фотоға түсіріп жүретік қой. Сіздер қайда кетіп жатсыздар, бәріңіз дайындап отырсыздар ғой? Біздер сол қырдың несі, кәсібі мал қарау, малға шығып баратсыздар ма? Қазір шаруашылықта. мына арада жалпы киіктер көп көретін шығарсыздар постоянно, да? Енді былай өткенде байқаймыз. Малға шыққанда. Өздеріңіз қай жақтан келе жатырсыз? Біздер де Атыраудан біздер фото түсіріп, видео түсіріп. Есіңіз кім болады? Ержан болады менің есімім. Асылбек болады. Асылбек. Көптен бері осы малдасыздар ма? Иә. Мына жақта тағы біреу келіп тұр ғой. Ағам болады. Мотоциклмен тоңбайсыздар ма? Енді тоңасың, бірақ та енді шығу керек болады. Машинамен қиын, мотоциклмен шығу керек. Машинамен жүре алмайсың ба, иә? Машинамен мал қарай алмайсың. Қыдыры бар, не бар. Мощно. Сіздер қазір сонда қай жаққа барасыздар? Біздер батысқа қарай шығамыз. Батысқа қарай? Ол жақта жылқы? Сиыр мал қараймыз. Жылқы, түйе. Не көрінеді, қандай мал көрінеді, соның бәрін. Сол жинақтайсыңдар ма? Жинақтап түгендеп. Не бар, не жоқ дегенде. Мына кісі басты сияқты ғой да? Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыздар? Шүкір, жайлап. Өздерің қалай? Жақсы. Қай жаққа? Атыраудан киіктердің артынан киіктерді бағып жүріп. Бағып, фотоға түсіріп, видеоға түсіріп, қарап. Сіздердің артыңыздан ерсек бола ма қазір? Болады. Ер аламыз ба? Болады. Малға шықпадық біздер. Нұрбек дейсіз ба? Сізде осы жерде главный деп отыр. Бастық дейді сізді. Қалай, тоңбайсыздар ма мотоциклмен жүргенде? Кешке шейін? 12-ден кейін ба? Примерно неше шақырым жүресіздер қазір сонда? Бір конец 40-та жүрміз. Бір конецқа? Туда обратно 80, да, примерно? 80-90. Мал жүре береді алысқа, да? Қасқыр жоқ па айналада? Бар. Малдарға тиісе ма? Қалай, нормально ма? Сізше, осы жерге қалайын жатырсыз? Сіздермен ғой? Бізден барасыз? Иә, сіз жол. Проблем жоқ. Жылынан келатсың ба кішке? Жоқ, ана бұзау сілкінеді ғой. Бұзауда ұстайды. Бұзауда апарып тастайды? Иә. Сіз жақсы ұстайды екен, сіз алып жүру керек екен. Құрдас? Оралман Монғолиядан көшіп келген. Қайсы маған қарап жүріңізші? Шыңғыс ханның үлкен баласы шапкаңызды көтеріп жүрсеңіз вообще керемет болады. Шыңғыс ханның үлкен баласы бар ғой, кім еді? Жоқ, мына күнге қарсы тұрасыз ба? Былай қарай.
брат, кім? Ей, қарашы енді, Шағатайдың үлкен баласы ма, қалай? Шағатайдың 7-ші ұрпағы деп. Сақалы бар, көрінбей тұр ана енді. 7-ші ұрпағы. Негізі ана балтада керемес сияқты, қолмен ұрса да болады сияқты. Қолы балтадай. Съемка ұштап жүреді, бізге мал емес, бізге киіктерді тауы керек. Шығады ғой қазір, жоқ. Қасқырдың өзі ғой, қасқырдың өзі. Деғанда. Неге күліп айтыпсыз қасқырдың өзі? Дұрыс? Қасқырдың өзі. Қасқырдың өзі дейді мынау. В принципе, болса болып қалған шығар. Мынандай аяқ киіммен бірдей болып тұр енді. Бірақ иісті екен. Қасқырдың өзі. Қайда кетті екен? Малға қарай келген ғой мына жаққа. Бір қара құс па бір нәрсе ұшып келіп, мен дроныма тиіскісі келіп, қашып одан қызық болып төбенің үстіне мініп, бұл жерден бір шай ішіп алып, дронға түсіріп, қарадым айналаны. Тағы да мына жерде жігіттерге кішкене малдарын қарауға тоже көмектестім. Бір жақсы уазда. Нормально ма? Та, ұста канал шеш қоныш, ана ішінде бар ғой. Қайда? Ана ішінде, бана бірдеңнің ішінде жетті. Мен кофе ішім керек деп кофе алып бергенбіз. Сол кофелеріміз ішеміз қазір. Менікі сияқты ғой да, примерно. Латте, анау. Қайсыны ішесіз? Құрдас бірінші таңдаңызшы жақсы. Су жетпей қалар ма деймін? Су бар ғой тағы да. Әдемі кетіп жатыр. Өзі құттай болса да ішінде Кішкентай чайник болғанмен бір шама ма? соны айтамын. Тез қайнайды ғой сосын. Ал дейді, бірдеңе деген сөз береді ғой, бірдеңе тез қайнайды деп. Кішкентай чайник тез қайнайды. Нұрлан сияқты болып тұр ғой, да? Тез қайнайды. Қазір ары қарай кетеміз. Адуше рахмет сіздерге. Бана комментирма не соны тауып аламыз барып. Сосын ары қарай бір жол тауып, жария былай іргелеп жүре береміз ғой тегістікпен трассаға қарай. Ал рахмет жалпы. Сау болыңдар, жолдарың болсын тек. Танысып, бір шай ішіп, отырып, жақсы. Әдемі. Айдалада. Не болып отыр? Айдалада. Біздер бұлай қарай шығып, мал қараймыз, сиыр іздейміз біздер. Озға реклама жасап жүрген дейсің, походу. Оздың іші мұнарасы, мотордың іші жақсы екен. Тамақ ішуге идеяны, да? Идеяны кезде екен тамақ ішуге. Алик мырза, жылжиық онда. Жылжиық. Заттарды алып. Жолдарың болсын тек. Аман есен жетіп алдың да елге. Сосын бұлай қарай тегістік қой. Еннен сорлары. Бұлай енді батып қалып жүрме, сордың кілең шетімен жүр. Мына жерде батпақ сорлары. Не бар ғой? Мына арада ана үйге баратын жол бар ма? Бар. Қаяқта ол жол? Айттым әлі. Міне, сордан төс, сордан. Сордан былай қарай кетесің деп түсіндір ғой, да? Ба, дронмен тоқтадың ғой. Жағынан бұлай қарай кетесің ғой. Судың ар жағымен кетесің. Все, жақсы жегей. Ана жолмен барасыңдар, ең шетіне барасыңдар ғой. Жол бар дейсіз, сен мына арада да жол бар деп тұрсың да? Жол жоқ қой жерде. Жол табылады ғой. Давай, табамыз ғой. Не первый день за рулем. Что-то сделать, состояние жақсы болса, всегда ты можешь быть в хорошем настроении. Алдада келді. Держись. Бана бір шабан ауылға барғанбыз, сол жерден бері қарай 71 километр жүріп келдік. Оның алдынан біздер нормально жүріп тұрдық да. 90 бірдеме километр жүріп жатық қой даламен. Күн жағына. Бана ақбөкендерді таптық, түсірдік, жақсы съемка жасадық. Біз кейде даланы бос кеңістік деп қабылдаймыз, бірақ осы үнсіз көрінетін кеңістіктің өз иесі, өз тынысы, өз тарихы бар. Сол тарихтың тірі куәсінің бірі киіктер. Киіктер мыңдаған жылдар бойы ұлы даламен бірге жасап келе жатырған өте көне мақұлық. Киік қозғалыстың, еркіндіктің символы. Ашық кеңістікте олар жүздеген шақырымға көшіп, маусымға қарай қоныс ауыстырады.
Қауіп төнсе сағатына 80 шақырымға дейін жеткей алады. Киіктер тек өз тіршілігі үшін ғана өмір сүрмейді. Олар бүкіл дала экожүйесінің маңызды бөлігі. Шөппен қоректеніп, өсімдік жамылғысының тепе-теңдігін сақтауға әсер етеді. Ал қозғалысы арқылы өсімдіктердің тұқымын таратады. Көктем келгенде ұрғашы киіктер жаппай төлдейді, көбіне егіс табады. Бұл табиғаттың оларға берген үлкен артықшылығы. Өйткені далада тіршілік оңай емес, ал ұрпақты сақтау түрді сақтаудың ең басты жолы. Ең маңыздысы киік біздің байлығымыз. Бұл қазақ даласының, соның ішінде Атырау өңірінің де табиғи мұрасы. Көп адамдар Атырауды тек мұнаймен және балықпен байланыстырады. Бірақ бұл өлкеде жабайы табиғатында ғажайып әлемі бар. Киік соның ең әсерлі белгісінің бірі. Сондықтан табиғатты қорғау тек мамандардың емес, бәріміздің міндетіміз. Біз киікті қорғасақ, өз даламызды қорғаймыз. Даламызды қорғасақ, өз болмысымызды сақтаймыз. Ал киік сол аманаттың тірі белгісі. Достар, осымен сіздерге бүгін осындай шығарылым шықты. Сіздерден қолдау, лайк, репост, комментарий күтеміз. Менің бүгінгі жол серіктесім Әлібек деген досым. Саған әбден от души рахмет. Рахмет айтам, артық айтам. Екеуміз күшті уақыт өткіздік. Енді бұйыртса аман есен қалаға жетіп алуымыз керек. Жақсы, сәттілік. Давайте бәрін.